Намаз оқып жатқан сәтте баланы көтеріп тұру намазды бұзады ма, әлде бұзбайды ма? Міне осындай сұрақпен мұсылман бауырларымыз бізге келіп сұрақ қоюда. Осы орайда осы сұрақтың жауабын бірге қарастырып көрсек. Бухари және Муслим сахих хадистер жинағында Абу Қатададан, Алла одан разы болсын, жеткен мына бір хадисте былай делінеді: Алла елшісі, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, намаз оқып жатқан сәтте Умама бинт Зайнапты көтеріп тұратын еді. Осы жерде Зайнап пайғамбарымыздың қызы, ал Умама пайғамбарымыздың немересі. Умама бинт Зайдты көтеріп тұрып, сәждеге барған кезде Умама бинт Зайдты қоя беретін, ал қиямға қайтадан тұрған сәтте қайтадан оны көтеріп алатын еді деп келтіріледі хадисте. Осы орайда құрметті жамағат, құрметті бауырлар, хадистің түсіндірмесін айта келе, ғалымдар бір ауыздан былай деп келіскен болатын: намазда ешбір себепсіз көп қимыл жасап қою ол намазды әлбетте бұзады, намазға кедергі келтіріледі дейді. Ал осы хадиске қатысты ғалымдар былай дейді: егер белгілі бір үзірмен, белгілі бір себеппен намазда егер қимыл жасалса, онда ол намазды бұзбайды деген. Ал енді ғалымдардың көп қимыл намазды бұзады деген пікірлері, осы жерде ғалымдар 2-3 пікірге бөлінеді. Ол жерде пікірлері көп қимыл саны, мөлшері қаншалықты болу керек намазды бұзу үшін деген әртүрлі ұстанымдар бар. Осы орайда имам Абу Ханифа рахимахулла ұстазымыз, ғалымымыз осы мазхабымызда осы мәселені қалай түсіндіріп айтады? Имам Абу Ханифа мазхабында, Ханафи мазхабында, Ахлу сунна уал жамааттың фихына сәйкес, негізінде егер сырттағы бақылаушы бір кісі, яғни намаздың тысындағы жүрген бір кісі, намаз оқушының іс-қимылына қарап, егер оның намазына күмәнданатын болса, яғни мынау кісі намаз оқып жатыр ма, әлде жоқ па деп күмән келтірсе, онда намаз оқушының намазы бұзылған болып есептеледі, көп қимылдаған үшін. Ал егер оның іс-қимылы жасағанына қарамастан сырттағы адам оны көріп, намазына ешбір күмән келтірмесе, онда оның намазы бұзылмайды дейді. Бұл имам Абу Ханифа рахимахулла мазхабына сәйкес келтірілген үкім. Ибн Абидин, Алла өзінің рахымына бөлесін, осы намаз кезіндегі іс-қимылға қатысты өзінің үкімін келтіре келе түсіндірмесін айта жатып былай дейді: егерде кімде-кім намазында белгілі бір себептермен, белгілі бір үзірмен іс-қимыл жасайтын болса, және оның саны аса көп болмаса, яғни және ол белгілі бір себепке байланған болатын болса, онда әлбетте оның намазы, оның іс-қимылы намазына кедергі келтірмейді деген. Дуррул Мухтар кітабында осы намаздың макрухтері тақырыбы қозғалады. Сол намаздың макрухтерінде егер намаз оқушы көп іс-қимыл жасаса, және оның іс-қимылы намазын түзетуіне байланбайтын болса, намазын түзетуге қатысты болмайтын болса, оның намазы макрух болады, оның намазы дұрыс болмайды дейді екен. Яғни намазын түзетуге қатысты деп нені түсінеміз біз? Мәселен, киімін дұрыстап, әурет жерлері ашылып қалмасын деп киімін дұрыстайтын болса, түзететін болса, немесе мәселен былай үзірлі бір кісі өзі аяқпен тұра алмай, бір қолмен бір жерге тіреніп, сүйеніп тұратын болса, немесе жаңағы хадисте келтірілгендей бір кішкентай сәби баланы көтеріп ұстайтын болса намазында, яғни ол балаға басқа біреу қарай алмайды, біреу оны бақылай алмайды, бақылаусыз қалған баланы қадағалау мақсатында намаз барысында егер оны көтеретін болса өзіне, онда намаз оқушының намазы толық бүтін болады, яғни бұзылмайды деп айтылынады. Және құрметті жамағат, құрметті бауырлар, Бадай кітабында осы намаздың барысында намаз оқушының намазын бұзылмауының, яғни қай уақытта бұзылады, қай кезде бұзылмайды деп түсіндірген кезінде, осы жоғарыда Абу Қатададан келтірген хадистің себеп салдарын айтады, түсіндіреді. Яғни бұл жерде пайғамбарымыз, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, қандай мақсатта, нендей мақсатта немересін намаз барысында көтеріп тұрды деген түсіндірмені келтіре келе,
осы Бадай кітабында былай деп айтады. Бірінші себебі ол сол кезде, сол сәтте жаңағы Умама бинт Зайдқа қарайласатын басқа ешкім болмағаннан кейін пайғамбарымыз оны намаз уақытында өзі қадағалап, өзі көтеріп ұстап тұрған еді дейді. Ал екінші себебі пайғамбарымыз басқа үмметтерге, сахабаларға, басқа ата-аналарға үйрету үшін, үйрету мақсатында, міне егер сендер балаларыңызды намаз сәтінде егер көтеріп тұрсаңыздар, онда сіздердің намаздарыңыз бұзылмайды деп үйрету мақсатында пайғамбарымыз осы амалды істеген екен деп түсіндіріп береді бізге. Сондықтан осы жоғарыдағы Абу Қатададан келтірген сахих хадиске сүйене отырып, баланы намаз уақытында егер ешкім оны қарайтын адам табылмайтын болса, намаз оқушының оны көтеріп өзінің үстінде ұстап намазын оқығаны намазға кедергі келтірмейді, яғни бұзылмайды деген сөз.